Ато зонасында тергінлік кечкен күндевамында эки Украин арбие әлі колды. Дорту яраланды, да бірім арбий травманы қазанда. Бұны ато штабы білдірем. Боевиклер бізім евзімлерімізге бір 60 кере атеш ачқан еді. Эн кергін вазиет Донецк юнелешінде қайды тілген еді. Анда Троицкай районында террористлер бұю калибрлі топларны қоланды. Авдеевка, Троицкая ве Луганская тарафына 100 калибрлі минатыжылардан уджум етті. Минатыжы, гранататыжы ве бұю калибрлі пулеметларны боевиклер Каменка, Пески, Новгородская ве Луганская ге таба ишлетті. Красногоровка ве Маринка янында ишгалжилер мина ве гранататыжылардан атеш ачқан еді. Дентінспияделеріне Широкинада душман ЗУ 20 уч эке зенит тәртибатындан уджум етті. Павлополь ве Гнутовада снайпер чалышты. На Луганщине ворог гатив. Луганск вилиятында душманна возвановка чыварында ерлешкен атокучилеріне 152 калибрлы топларны ишлетті. Крымская янында есе 120 калибрлы минатыжыларны. Новоалександровка и майжилеріне террористлер 82 калибрлы минатыжылардан атеш ачты. Кряковка янында есе танкларға қаршы гранатыжылардан уджум етті. Душманның арбий фалигының тоқтатмақ үшін Украин арбий хизметчилері де қаршылық көстермеге мечбур oldu.